Қарағанды облысы Шахтинск қаласы Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімі Карпина Әсем Шөкбаевна. Сәлеметсіңдер ме балалар? Қане бәріміз мына жұмбақты шешіп алайықшы. Сыртылдайды күнімен, сыртылдайды түнімен. Білгің келсе уақытты, көрсетеді тілімен. Бұл не екен балалар? Әрине, дұрыс айтасыңдар, бұл сағат. Сағат бұл уақыттың өлшем бірлігі. Ендеше бүгін сабағымыздың тақырыбы уақыт бірліктері. Сабағымыздың мақсаты уақыт, сағат, минут, тәулік, ай, жыл өлшем бірліктерін олардың ара қатынасына сүйеніп түрлендіру. Циферблат бойынша уақытты анықтау. 12-ге дейін рим цифрларын оқу, жазу және қолдану. Қазір балалар, мына бейне жазбаға назар аударайық. Аға, қараңызшы. Басқа сағаттардың бәрінде 12-ге дейінгі сандар жазылған. Мұнда 24-ге дейінгі сандар жазылыпты. Дұрыс, Дана. Себебі бір тәулікте 24 сағат бар. Тәулік деген не? Мына сағаттың жартысы қара, жартысы ашық түспен берілгенін байқадың ба? Себебі тәулік дегеніміз бір күн мен бір түнді қосқандағы уақыт. Басқа сағаттар 3-ті көрсетсе, мына сағат 15:00 деп тұр. Себебі жаңа тәулік түнгі 12-ден, яғни 24-тен кейін басталады. Ал таң жаңа тәуліктің 6-шы сағатында атады. Сондықтан да күндізгі 12-ден кейінгі бірді 13, ал 2-ні 14 деп айтуға болады. Басқа сағаттарда 2 тіл болса, мына сағатта 3 тіл бар екен, және онысы өте тез жүреді. Дана, мұның бәрі уақытты өлшеуге арналған. Мынау өте тез айналып тұрған секундтық тіл. Секунд ең қысқа уақытты өлшейтін бірлік. Сағаттың бұл тілі 60 секундта бір айналым жасайды. Осы кезде минуттық тіл алға бір орын жылжиды. Себебі 60 секунд 1 минутты құрайды. Сағат бетіндегі көрші сандардың аралығында 5 минуттан бар. Минуттық тіл 12-ден шығып, 12-ге қайта келгенде 60 минут өтеді. Ал 60 минут 1 сағатқа тең. Бір тәулікте сағаттық тіл осы сандарды 2 рет айналып өтеді. Ең үлкен уақыт өлшем бірлігі тәулік пе? Жоқ. Тәуліктен үлкен уақыт өлшемі апта. Бір аптада 7 тәулік бар. Аптадан үлкен өлшем ай. Бір айда 30-31 күннен болады. Тек қана ақпан айында әдетте 28 күн болады да, 4 жылда бір рет 29 күн болады. Айдан үлкен уақыт өлшемі жыл. Бір жылда 12 ай, 365 немесе 366 тәулік бар. Ақпан айы 29 күннен тұратын 366 күндік жылды кібісе деп атайды. Жылдан үлкен уақыт өлшем бірлігі жоқ шығар? Бар, әрбір 12 жыл бір мүшел деп аталады. Себебі 12 жылдан кейін жылдар қайталанады. Мен білетін уақыт өлшем бірлігінің ең үлкені ғасыр. Бір ғасырда 100 жыл бар. Мәссаған, 2 ғасыр ешкім өмір сүрмейді. Онымен кім уақыт өлшейді? Бұл өлшем ғылым үшін маңызды. Біз қазір 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Сонда 2100 жылдан бұрын уақыт болмағаны ма? Болған, бірақ оны мұғалімнен сұрап білейік. Енді балалар, сағаттың пайда болу тарихына тоқтала кетейік. Ертеде адамдар уақытты күнге қарап білген. Күн көкке шыққанда таң, ең биікке көтерілсе түскі уақыт, ал батқанда кеш екенін түсінген. Осылайша күн сағаты пайда болған.
Кейінірек адамдар құм сағатын, су сағатын, механикалық сағаттарды ойлап тапты. Су сағатында су бір ыдыстан екінші ыдысқа бір қалыпты тамшылап құйылып тұрады. Мұндайда көрсеткіш тілі бар қалтқы жоғары көтеріліп, не төмен түсіп уақыттың дәл мезгілін білдірген. Бұл сағат уақытты күндіз де түнде де көрсете беретін. Тек суын еселеп тұруды ұмытпасаң болғаны. Мұнда құм екі шыны сауыттан олардың тұтасқан тар мойыны арқылы бір-біріне алма-кезек сыздықтап, сусып ағып тұрады. Құм сағатты физиотерапиялық емшараларды мөлшерлеуде жиі қолданады. Рим цифрлары сандарды белгілеу үшін қолданылатын таңбалау жүйесінің дәстүрлі аты. Рим цифрларының жүйесі ондық разрядтар мен олардың жартысы үшін айрықша таңбалар енгізуге негізделген. Енді балалар, барлығымыз оқулығымызды ашып, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмада тәулік бөліктерінің ұзақтығын біліп, кестеге жаз дейді. Ол үшін мына ережеге назар аударайық. Бір тәулікте 24 сағат бар. Ол 4 уақыт аралығына бөлінеді. Таңертең, күндіз, кеш және түн. Енді таңертеңгі уақыт нешеден нешеге дейін? Күндізгі уақыт, кешкі және түнгі уақыттың нешеден нешеге дейін екенін табайық. Таңертеңгі уақыт 6:00-ден 12:00-ге дейін. Күндізгі уақыт 12:00-ден 18:00-ге дейін. Кешкі уақыт 18:00-ден 24:00-ге дейін. Ал түнгі уақыт 24:00-ден таңғы 6:00-ге дейін. Енді балалар, барлығымыз үшінші тапсырмаға назар аударайық. Үшінші тапсырмада суретті қара, жыл мезгілдерінің айларын ата дейді. Балалар, сендер білесіңдер, бір жылда 12 ай бар. Жыл ол жер планетасының күнді толық бір айналым жасағандағы уақыт. Бір жылдағы 12 ай 4 мезгілге бөлінеді. Қыс айлары, көктем айлары, жаз айлары, күз айлары. Енді қыс айлары ол желтоқсан, қаңтар, ақпан. Көктем айлары наурыз, сәуір, мамыр. Жаз айлары маусым, шілде, тамыз. Күз айлары қыркүйек, қазан, қараша болып бөлінеді. Балалар, енді 8-ші тапсырманы орындайық. 8-ші тапсырмада бос тор көздердің орнына тиісті санды қой дейді. 12 ай неше жылға тең? Дұрыс айтасыңдар, 12 ай 1 жылға тең. Бір тәулікте 24 сағат бар. Ал 2 аптада неше тәулік бар? Бір аптада 7 тәулік болса, демек 2 аптада 14 тәулік болады екен. Ал 2 жылда неше ай бар? Бір жылда 12 ай болса, әрине 2 жылда 24 ай болады екен. 60 минут ол 1 сағатқа тең. 26 сағатта 1 тәулік 2 сағат бар. Енді балалар, барлығымыз 10-шы тапсырмаға назар аударайық. Берілген уақыттар тәуліктің қай бөлігі екенін ата және басқаша жазып көрсет. 15 сағат, 21 сағат, 12 сағат 30 минут, 20 сағат 10 минут, 23 сағат 15 минут. Бұл сағаттар тәуліктің қай бөлігіне жатады екен? Дұрыс айтасыңдар, 15:00, 12:30 ол күндізгі уақытқа жатады екен. Ал 21:00, 20:10, 23:15 бұл кешкі уақытқа жатады екен. Балалар, енді сабақты қорытындылай отырып, ойлантап ойынын бәріміз бірге ойнайық. 12 ай 1 жыл. 100 жыл 1 ғасыр. 1 сағат 60 минут. 60 минут 1 сағат. 60 секунд 1 минут.
7 күн, 1 апта. Бір тәулік 24 сағат. 1 минут 60 секундқа тең екен. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін қандай уақыт бірліктерімен таныстық? Дұрыс айтасыңдар, бүгін сағат, минут, тәулік, апта сияқты бірліктермен таныстық. Сағаттың тілдері қалай аталады? Сағаттың тілдері сағат және минут деп аталады. Бір сағатта неше минут бар? Бір сағатта 60 минут бар екен. Сағаттың ең кіші өлшемі не? Сағаттың ең кіші өлшемі ол секунд. Біздің сабақ неше минут өтеді? Дұрыс айтасыңдар балалар, біздің сабақ 40 минутқа тең екен. Үйге балалар, оқулықтағы 103 беттегі 9 тапсырманы орындап келеміз. Балалар, енді тақтадағы білім қоржынына алдарыңыздағы асықтарды саласыздар. Жасыл қоржынға мен бүгін сабақты толық жақсы түсіндім дегендеріңіз жасыл қоржынға саласыздар. Ал сары қоржынға мен сабақты толық түсінген жоқпын дегендеріңіз сары қоржынға саласыздар. Ал қызыл қоржынға мен сабақты мүлдем түсінбедім, маған әлі де көмек керек деген балалар асықтарыңызды қызыл қоржынға салсаңыздар болады. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.